Достар, жақсысыңдар ма? Енді біз Globus приложениесіне адамды қалай шақырамыз? Сол бойынша тоқталып кетейік. Яғни мына жерде команда деген жер бар. Команда деген жер. Пригласить друга деген жер тұр. Пригласить друга деген жерге мысалы тек WhatsApp-та ғана жібере аласыздар. WhatsApp-та жібересіздер. Мысалы кіресіздер, мысалы ссылканы жібересіздер. Ол ссылканы жібергеннен кейін барып, ол адам сайтқа кіреді. Globus сайтына. Globus сайтына кіргеннен кейін қазір Globus сайтта бар. Онда кейін жерде өзінің email-рын жазады, яғни поштасын жазады, болмаса жаңа не бар? gmail.com жазуға да болады. Содан кейін жерге жазғаннан кейін начать зарабатывать деген басады. Содан кейін оған 3 минуттан кейін поштаңызға сообщение келеді деген келеді. Содан кейін сообщение келгеннен кейін барып activate и войти дегенді басады. Содан ары қарай activate деген басады. Содан ары қарай activate и войти деген басқаннан кейін барып данныйларын толтырып шығады. Өзінің ваши данные деген жер бар. Ваши данные деген жер толтырып шығады. Ваши данные деген шығады өзі. Activate и войти дегеннен кейін осы данныйларын толтырып шыққаннан кейін содан кейін барып оған Globus деген приложение тартып алады. Globus деген приложение тартып алғаннан кейін барып ішіне кіріп логин мен пароль жазады. Пароль жаңа келген сообщениедегі парольді копировать ете алады. Содан кейін Globus деген приложение кіреді.